Көңіл күйім жақсы. Менің көңіл күйім жақсы деген сияқты отыр айтқан. Өркен. Мен өзімнің күшіме сенемін. Иә? Жақсы. Бекас. Мен арманыма қол жетемін. Мен соңғысы мен тапсырманы күшті орындаймын. Түсінікті ма? Келіңдер алдына. Қандай сұрақтар? Мен тыңдаймыз. Сабақтың мақсаты бүгін біз берілген мәтіннің тақырыбын, оның мазмұнын түсінеміз және де жетістіктің түріне, яғни өзгелік жетістікке тоқталатын боламыз. Ары қарай қазір үй тапсырмасын қайталау үшін біз Word сайтында білім дөңгелек атты ойын ойнаймыз. Кімнің есімі түседі, сол мен қойған сұраққа жауап береді. Үй тапсырмасына. Нені білдіреді? Заттың іс-қимылын, әрекетін, қандай сұрақтарға жауап береді? Не істеді, не қылды? Айтты. Жақсы, отыра ғой. Ары қарай қалай аталады? Тікелей орындаушыға қатысты өзі келсеңіз, иә? Дұрыс, отыра ғой. Айналған көрнекті қайраткерлер, ғұлама ғалымдар, заңғар ақын жазушылар, туған жерін жаудан қорғаған батырлар, еңбек майталмандар, өнер мен спорт саңлақтары. Соғысына қатысқан. Бұрыс, ол қатыспаған тек шарақ жіберіп, көмек көрсеткен, иә? Айнен, дұрыс, отырамыз. Жақсы, мәтінді бәріміз түсінікпіз. Енді ары қарай біз бүгін өтетін тақырыбымыз жұрнақ, иә? Кейбір жағдайда осы жұрнақтар бірінен кейін бірі кезектесіп жалғана береді екен. Мысалы, сөйлеткіз, алды қыз, яғни 2-3 жұрнақ бірге жалғасты. Бұл ережені нақтылау үшін мына суреттерге назар аударайық. Бірінші суретті не көріп тұрмыз? Қызы мамасымен көмектесіп жатыр. Анасы қызын ыдыс жуғызып жатыр, иә? Анасы қызына ыдыс жуғызып жатыр. Ал екіншісінде анасы қолын жуғызып жатыр. Ал мына суреттерде қандай ерекшелік бар? Мына суретте өзі киініп жатыр. Сендерге берілген сөзді осы параққа, сендерге берілген сөзді мына параққа жазамыз. Иә. Өсіргіз, жуынды, айқайлар. Дұрыс, ары қарай Өркеннің тобы, сендерде қандай сөздер оқимыз? Аныр? Алғыз, өшіргіз, ары қарай қалай жинақ болып? Жақсы, бәріміз түсінікті біз. Қазір екінші тапсырманы оқимыз. Екінші тапсырма былай. Әр топқа мен 2 мақалдан беремін. Бұл мақалдардың ішінде өзгелік етістер бар. Өзгелік етісті табамыз, одан кейін сол өзгелік етісті өздік етіске айналдырамыз, иә ма? Түсінікті ма? Сендерге етістік етесің. Етістік тобынан мақалдар, затестік тобынан мақалдар. Ішінен өзгелік етісті табамыз, одан кейін оны өздік етіске айналдырамыз. Өзгелік етісті табамыз бірінші, оны өздік етіске айналдырамыз. Мына мақалды жазамыз. Өзен су көлге жеткізеді. Өзгелік қалай болады?
Жеткіз. Ya өзгелік етіс жеткіз, өздік етіс жет. Болады ары қарай. Екінші мақалда ақылды адам айтқызбай білер, ақ сұңқар қаққызбай білер. Айтқыз. Айтқыз. Екінші мақал. Ақыл табыстырады. Шабыстырады. Өзгелік. Қазір Наполеонды көріп тұрсыздар ма барлықтарыңыз? Қазір беремін есімді, қазір беремін. Наполеонды көріп тұрмыз ғой, иә? Осы қоян қазір қалай қарай қозғалса, солай біз бірге қимылдаймыз. Ол оң жаққа қимылдаса, оң жаққа қимылдаймыз, сол жаққа қимылдасам, сол жаққа қимылдаймыз. Түсінікті ма? Nandı, basqa. Sabahtı, yetiştik. Üçüncüsü okudan çıktı. Salt ettik. Özümüzün patenimizi жөндеп отырамыз. Жалғыз жүгірді. Өздік етсе, яғни жалғыздың өзі жүгірді, иә? Ары қарай ойын ойнады. Сәрекеттің орындалғаны. Кімде неше қате екен? Қате. Достым? Давай, сен неше қате? Бәріміз дұрыс па? Бір қате, конечно. Еш қатесі жоқ қазір. Бұл хаттарымды мен барлығын оқимын. Болады жазылған. Karıştırıyorsun o asal. Thank you.